Қайырлы күн, әріптестер. Бүгін қазақ тілі сабағының бірінші сабағы, яғни фонетика бөліміндегі дыбыстардың жасалу жолы, дауысты дыбыс және дауыссыз дыбыстарға және олардың емлесіне тоқталатын боламыз. Жалпы баршамызға белгілі, сөйлеу тіліндегі дыбыстар мүшелері арқылы жасалып естілетін тілдік құбылысты біз дыбыс деп айтамыз. Біз дыбысты ести аламыз және де айта аламыз. Дыбыс бізде адамның дыбыстау мүшелері арқылы жасалады. Дыбыстау мүшелеріне біздің ауызымыздағы ауыз қуысы, өкпе, кеңірдек, тіл, тіс, жақ деген секілді мүшелер жатады. Жалпы осы дыбысты таңбалауды біз әріп деп айтамыз. Яғни әріп дыбыстың жазбаша таңбасы. Әріпті жазады және көреді. Әріптердің рет-ретімен тізілген жиынын біз алфавит дейміз, кейде әліпби деп айтамыз. Жалпы баршаңызға белгілі қазақ тілінде 42 әріптен тұрады алфавит, бірақ соның 37-сі әріп дыбыс, қалған 5-еуі дыбыс бола алмайды. Яғни я, ю, йо және жіңішке белгісі және жуандық белгісі. Ескеретін бір жайт, у әріпі екі дыбыстың орнында, яғни бізде жуанда, жіңішкеде де жүре береді у дыбысы. Сондықтан солай жүрсе де бір ғана дыбыс болып саналады. Қазақ тілінде, біздің өзіміздің алфавитімізде қазақ әліпбиінде, қазақ сөздерінде ғана кездесетін 9 әріп бар. Яғни ә, у, о, қ, ғ, х. Қазақ тілінде айыру белгісі және жіңішке белгісі, сондай е, ё, в, ф, ц, ш әріптері орыс тілі арқылы енген кірме сөздерде ғана кездеседі. Жалпы дауысты дыбыстың өзі өкпеден шыққанда еш кедергіге ұшырамай шығады. Жалпы дауысты дыбыстың ерекшелігі, яғни дауысты дыбыс буын жасай алады және дауысты дыбысқа біз екпін түсіреміз. Біз балаларға мысалға түсіндірген кезде неше дауысты дыбыс бар, сонша буын болады деп үйретеміз. Яғни осы дауысты дыбыстар буын жасай алатын, екпін де түсетін осы дауысты дыбыс. Жалпы тіліміздегі дауысты дыбыстар өздеріңіз көріп отырсыздар. Дауысты дыбыстарды және үш дүниенің қатысына қарай, тілдің, жақтың, еріннің қатысына қарай жуан, жіңішке, ашық, қысаң, еріндік, езулік болып бөлінетіні белгілі. Ал енді бұларды айтқан кезде біздегі тілімізде, жағымызда, ернімізде өзгешеліктер болады. Жалпы тілдің қатысына қарай жуан және жіңішке болып бөлінеді. Тілдің ұшы кейін тартылып, үсті дөңестену арқылы жасалады. Жуан дауыстыларды айтқанда. Өздеріңіз байқап көріңізші, а, о деген кезде тіл сәл артқа шегінеді. Жіңішке дауыстыларды айтқанда керісінше тіл ілгері жіңішкеріп алдыға қарай созылады. Алдыға қарай шығады. Дыбыс аған кезде өздеріңіз дыбыстап көріңіздер. Ал енді жақтың қатысына қарай ашық, қысаң бөлінетіні белгілі. Жақтың кең ашылуы арқылы жасалса, а, о деген кезде, мысалы біздің жағымыз кең ашылады. Ал қысаң дауыстыларды айтқанда керісінше, яғни біздің дауысымыз қысаң, яғни қысылып шығады. Деген секілді. Еріндік және езулік, еріннің алдыға қарай сүйріліп шығу арқылы жасалатын болса, біз оны еріндік дауыстылар дейміз. Керісінше ерін алдыға емес, керісінше езу артқа жиырылатын болса, біз оны езулік дауысты деп айтамыз. Жалпы қазақ тілінің төл сөздерінде дауыстылар үндестік заңына бағынып қолданылады, жазылады, жасалады. Егер де бізде қазақтың төл сөздерінде
түбір жуан болса, оған жалғанатын қосымша жуан болады, жіңішке болса, жіңішке болады. Бірақ кейбір кірме сөздерде, басқа тілден еніп келген сөздерде араласып келе береді. Кітап, компьютер деген секілді. Ескеретін жағдай, йо, я, ю әріптері дауысты дыбыс қызметін атқарғанмен, дауысты дыбыс түріне жатпайды. Себебі бұлар қосарлы дыбыстардан тұрады. И, у, и мен а, и мен у деген секілді. Ал енді дауысты дыбыстардың емлесіне тоқталайық. Жалпы а әрпі ж, ш және и әріптерінің ортасына келетін болса, болып естіледі. Мысалға, шай деп жазамыз. Шай деп біз оны айтамыз және солай естиміз. Бірақ жазғанда а болып жазылады. Жай, жай, жайлап, жайлап деп айтамыз. Сонымен қоса а әрпі араб, парсы тілдерінен енген сөздердің соңғы буындарында естіледі, бірақ болып естіледі. Бірақ та біз оны а болып жазамыз. Жәмилә, жәмилә деп айтамыз. Жазғанда жәмила, рәсуә, деп естіледі. Бірақ жазғанда а болып сақталады. О, әріптері қазақтың байырғы сөздерінің бірінші орында жазылады. Мысалы, ор, көрші, құлын, үлкен деген секілді. Бұл әріптер біріккен сөздер мен қос сөздердің екінші сыңарларының бірінші буындарында жазылады. Біріккен сөздер мен қос сөздердің екінші буынында. Қара өткен бізде біріккен сөз, сол екінші буынның бірінші буынында жазылады екен. Ал кәдімгі түбір сөздерде, мысалы, байырғы сөздерде бірінші буында кездеседі. Ескеретін жағдай, әріптері бірқатар жалаң сөздердің екінші буындарында да жазылады. Мұндай сөздер қазақ тілінде көп емес. Олар бір кезде қазақ тіліне еніп сіңісіп кеткен араб, парсы сөздері мазмұн, бұлбұл, мақұл деген секілді. Ал енді әріптерінің сөздеріне тоқталатын болсақ, әріптері сөздің барлық буындарында да жазыла береді. Сөздің барлық буындарында жазылады да, төмендегідей жағдайда соңғы буынға түседі. Егер түбір сөзге тәуелдік жалғанатын болса, халық, халқым, орын, орның деген секілді. Ескеретін жағдай, құлақтың құлығы, ұстаның көрігі дегендегі құллық, көрік сөздерінде әріптері түспей жазылады. Ауыл, дауыс сөздерінде екі түрлі жазыла береді. Ауылы деп те айтамыз, кейде ауылы деп те айтамыз. Дауысы деп те айтамыз, кейде дауысы деп те айтамыз. Ойын, орын, жиын, қиын сөздеріне туынды етістік жасайтын а жұрнағы жоғалса, мысалы, ойна түсіп қалады. Орын, орна, дыбысы түсіп қалады. Кейбір сөздерге дауысы дыбыстан басталатын қосымша жалғанса, алты, ау, дыбысы түсіп қалады. Қорқ, қорқу дегенде дыбысына аяқталған етістіктерге тұйық етістіктің у жұрнағы жалғанатын болса, дыбысы түсіп қалады. Дыбыстары бітетін етістіктер тұйық етістіктің у жұрнағы жалғанған кезде түсіп қалады екен. Оқы, оқу, тоқы, тоқу, ері, еру. Дыбыстары сөз басында р, л әріптерінің алдына көмескі естіледі. Оны жазғанда сөздің лексикалық мағынасы бұзылмаса, ол дыбыстың әріптері жазылмайды. Рас деп естиміз, бірақ рас деп жазамыз. Рет сәл көмескі естіліп тұрады, бірақ та біз деген сөздерді жазғанда бұл сөздерде қолданбайды дейміз. Дыбысына аяқталған етістіктерге көсемшенің и жұрнағы жазылса, ой, ей дыбыстарының таңбасы ретінде жалғыз ғана и әрпі жазылады. Мысалы, оқиды, оқиды, естиді, естиді. Ескерту,
қосарлы ый дыбыстары сый, ты түбірлерінен жасалған сөздерде ғана жазылады. Мысалы, сыйлық, сыйлау, сыймайды, сыйымды, тыйым, тыйылу деген секілді. У дыбысы дауыссыздан кейін келсе дауысты болады, ал мынадай жағдайларда дауыссыз болып қала береді. У дыбысының басқа дауыстыдан кейін келсе, мысалға, алдында дауысты тұрса, у дыбысы дауыссыз болып қалады. Және де сөз басында дауыстың алдында келетін болса, одан кейін дауысты, у дыбыстан басталатын сөз, одан кейін дауысты дыбыс жазылатын болса, ондай кезде у дыбысы дауыссыз болып қалады. У дыбысына аяқталған етістікке тұйық етістіктің у жұрнағы жалғанса, екі у әрпі қатар жазылады. У, жу, жау деген секілді. У дыбысына аяқталған етістік болатын болса. Тұйық етістіктің у жұрнағы ый дыбысына біткен етістікке жалғанғанда, ю әрпіне өзгеріп жазылады. Мысалы, тыю, қию, тию, жию деген секілді. Я, ю әріптерінен бұрын дыбыстары естілген сөздің бәрінде де олардың орнына и әрпі жазылады. Қияқ, дария, қия, зиян деген секілді. Ю, я әріптері ю, я болып оқылғанмен, ю, я ретінде жазылады. А, ю, жою, қоян. Ескеретін жағдай, дәстүрлі принцип бойынша аздаған сөздерді ю әрпі жазылмай, ю әріптер сақталып жазылады. Мысалы, аюан, хайуанат, кейуана, миуа, қиуа деген сөздерде. Ал енді дауыссыз дыбыстарға тоқтала кетейік. Дауыссыз дыбыстарды бәріміз білеміз, өтпеден шығатын олар кедергіге ұшырап шығады. Яғни салдыр, үн қатысатын болады. Міне осы салдыр мен үннің қатысуына қарай дауыссыз дыбыстар қатаң ұяң үнді болып бөлінеді. Ұяң дауыссыздарды айтқан кезде үн мен салдыр болады, бірақ салдыр басым б, в, г, ғ, д, ж. Көрдіңіздер ме? Үнді дауыссыздарды айтқанда салдыр басым болады. Яғни бұл жерде үн басым. Ал қатаң дауыссыздарды айтқан кезде тек салдыр болады. Қ, қ, п, с, т, ф деген секілді. Ал енді кейбір қатаң дауыссыздардың ұяң сыңарлары болады. Мысалға, п қатаң, б ұяң, ф, в, к, г, қ, ғ деген секілді. Себебі бұл жұп болған дыбыстардың жасалу орны бір-біріне өте жақын. Мысалға, п, б дыбыстары екілерінің қақтығысу арқылы жасалады. Дауыссыз дыбыстардың емлесіне келетін болсақ, з, қ, к, л, м, н, п, р, с, т, ш дауыссыз дыбыстар сөздің барлық буындарында кездесе береді. Мысалы, қазақ, заң, момын деген секілді. Ал и, ың, х әріптері сөздің басында қолданылмайды, тек қана йод деген сөзде қолданылады. Тек сөздің ортасында немесе соңында қолданылады. Жаңа, ай, жай, қайрат, қаһар деген секілді. В, ф, ш, з әріптері қазақтың байырғы сөздерінде қолданылмайды. Тек орыс тілінен енген кірме сөздерде қолданылады. Бірақ сол орыс тілінен енген сөздердің барлық буындарында бірдей кездесе береді. Автор, дифтонг, диспетчер, концерт, цех деген секілді. Ш әріпі қазақтың ашы, тұшы, кеше деген байырғы сөздерінде жазылады. Х әріпі хат, хан, хабар, халық сияқты араб, парсы тілдерінен енген, орыс тілдерінен енген жалпы есімдер мен кісі аттарында жазылады. Б, В, Г, Д дыбыстары қазақтың байырғы сөздерінде сөз аяғында қолданылмайды. Тек орыс тілінен енген сөздердің аяғында қолданылады. Мысалы, актив, отряд, устав деген секілді. И әрпіне біткен сөзге тұйық етістіктің у жұрнағы жалғанса, бұл екі әріп бірігіп ю болып жазылады. Мысалға, сой-у, сойу, жай-у, жаю. И әрпіне біткен етістікке көсемшенің и, а
а жұрнағы жалғанғанда я әрпіне өзгерді. Мысалы, жоя, жоя, жая, жая. Орыс тілінен келген над, мып, міне алдарыңызда тұрған дыбыстарында біткен сөздерге қосымша жалғанғанда түбір мен қосымшаның аралығында немесе дәнекер дыбыстар жүреді. Шрифт, шрифтіге, шрифт, штамп, штампылау, фактіге, киоскілер деген сияқты. Орыс тілінен келген қосарлы л, м, т дыбыстарына біткен сөздерге қосымша жалғанғанда қосарлы дауыссыз дыбыстардың соңғысы түсіп қалып отырады. Мысалы, прогресс, прогресстік, металл, металдар, грамм, граммнан. Ескеретін жайт, қосарлы дыбыстарға біткен сөздер жалқы есім болатын болса, дауыссыз дыбыстар, қосарлы дауыссыз дыбыстар түспейді. Сонымен бірге жазылады. Мысалға, донбас, донбасқа, кузбас, кузбасқа. Себебі жалпы есімдер ешқашан өзгеріске түспейді. Орыс тілінен енген қосарлы дыбыстар тізбегіне сөздерге қосымша жалғанғанда соңғы т дыбыстары сақталып қалады. Мысалы, трестке, треске, ведомость, ведомостьқа деген секілді. Орыс тілінен енген ок, ук сияқты тіркес дыбыстарға біткен сөздерге қосымша жіңішке жалғанады. Мысалы, геология, педагогтер, парктер деген сияқты. Қосымша тағы да ескеретін жағдай, орыс тілінен енген сөздердің соңында жіңішкелік белгісі келгенде, ол сөзге дауыссыз дыбыстан басталатын қосымша жалғанатын болса, сол жіңішкелік белгісі сақталып жазылады. Мысалы, секретарь, жіңішкелік белгісі. Оған жалғанатын қосымшамыз бізде ға, ғы бізде дауыссыз дыбыстан басталатын болса, жаңағы жіңішкелік белгісі түсіп қалмайды. Автомобиль, автомобильмен, фестивальді деген секілді. Ал дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанса, жіңішкелік белгісі түсіп қалады. Мысалы, секретары, автомобилім, фестивалі деген секілді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.